Достар, таулармен байланысты табиғаттың ең қорқынышты және таң қалдыратын құбылыстарының бірін қарастырайық. Бақытымызға орай, жер бетінде жанартауды көрген адамдар аз, әсіресе сөнбеген белсенді жанартауларды. Бірақ өмірінде кем дегенде бір рет жанартаудың атқылауын өз көзімен көргендер бұл ерекше көріністі ұмытпайтыны сөзсіз. Жанартаулар от пен тыныс алатын таулар деп бекер айтылмаған. Олар адамдардың өміріне өте қауіпті. Неге деп ойлайсыз? Жанартаудың ғылыми баламасы вулкан. Бұл ерекше таулардың атауы ежелгі римдік қорқынышты және қауіпті вулкан атты құдайынан шыққан. Жанартау дегеніміз не? Бұл тау, оның жоғарғы бөлігінде жанартау кратері деп аталатын ойпат бар. Таудың қалыңдығында канал бар, оны саңылау деп атайды. Ол арнайы жер асты үңгіріне, магманың ошағына апарады. Магма балқытылған өте ыстық зат. Ол жердің тереңдігінде қайдан пайда болады? Ғалымдар миллиондаған жылдар бұрын жер балқытылған өте ыстық от шары болған деп санайды. Бірте-бірте оның беті салқындады, бірақ тереңдікте балқытылған ыстық сұйық ядро сақталды. Жанартаудың атқылауы магма көп жиналған кезде басталады. Ол саңылаудан жоғары көтеріліп, бетіне төгіледі. Жер бетіне төгілген магма жанартау лавасы деп аталады. Атқылау кезінде газдар су буы бетіне шығарылады. Кейде үлкен тас блоктары, жанартау шаңы, күл бұлттары ұшып кетеді. Жел шаң мен күлді үлкен қашықтыққа апарып, көк аспанды жауып тастайды. Қалың және тұтқыр лава тез салқындап, тік беткейлері бар тауды құрайды. Сұйық лава тезірек таралады, баяу салқындайды және ұзақ қашықтықты жүріп өтуге уақыт алады. Жанартаудың атқылауы жер асты дауылы мен өрттермен бірге жүреді. Үнемі атқылайтын жанартаулар белсенді деп аталады. Егер жанартаудың әрекеті тоқтаса, оны сөнген деп атайды. Қазір құрлықта бірнеше жүздеген белсенді жанартаулар бар. Жыл сайын 20-30 атқылау болады. Жанартаудың атқылауы жер сілкінісі, тайфундар мен торнадо сияқты табиғат құбылыстары бізге адамдарға адам табиғаттың жаулап алушысы және қожайыны емес, тек жер планетасының қарапайым тұрғыны екенін анық көрсетеді. Кейде жанартау жүздеген жылдар бойы қатып қалады, ал адамдар оның бір кездері лава, тастар, күл, түтін шашқанын ұмытып, таудың баурайында өз ауылдарын салады. Мұхит түбінде де жанартаулар кездеседі. Оларды су асты жанартаулары деп атайды. Онда су астындағы атқылау пайда болады. Соның салдарынан алып толқындар пайда болады. Олар мұхит жағасында орналасқан қалаларды, ауылдарды шайып кетеді. Ең қуатты жанартаулар Италияда Везувий, Индонезияда Кракатау, Вест-Индияда Монпеле, Колумбияда Невада-дель-Руис орналасқан. Біздің видеомыз ұнаса, бізге лайк қосып, жазылыңыздар достар. Келесі видеода кездескенше.